және жауап беру. Балалар, өткен сабақта сендер сөйлеудің ауызекі және жазбаша түрімен танысқан болатынсыңдар. Ал бүгінгі сабақта ауызекі сөйлеудің монолог және диалог түрімен танысамыз. Алдымен балалар, Қадыр Мырзали атамыздың өлеңімен танысып алайық. Бүлдірген тереміз балақай, алақай. Ат жарыс көреміз балақай, алақай. Айға ұшып барамыз балақай, алақай. Кел, ағаш жарамыз балақай, ай атай. Жақсы балалар, ал енді өлеңдегі кейіпкерлер санын анықтаңдаршы. Кейіпкерлер саны нешеу? Иә, дұрыс. Өлеңдегі кейіпкерлер саны екеу. Атасы және немересі. Ендеше балалар, екі немесе одан да көп адамның сөйлесуін диалог деп айтады екен. Ал диалогтың әрбір сөзі жаңа жолдан. Балалар, диалогта әр кейіпкердің сөзі жаңа жолдан сызықша арқылы жазылатынын естен шығармаңдар. Ал енді балалар, Оразақын Асқар атамыздың келесі өлеңімен танысайық. Менімен бірге оқулықты ашып, мәнерлеп оқуға тырысамыз. Мен қазақтың тілімін, мен қазақтың тілімін, беретін көп білімім. Достасатын сендермен жаңа пәннің бірімін. Үйретем тіл заңдарын, сөзіме құлақ сал бәрің. Менімен тез іске асар ойға алған арманым. Балалар, өлең не туралы екен? Дұрыс айтасыңдар, өлең тіл туралы. Балалар, байқадыңдар ма? Бұл өлеңде тілдің атынан бір ғана кейіпкер қатысып тұр. Ендеше, өзіне немесе тыңдаушыға қаратып айтылған бір ғана адамның сөйлеуі монолог деп айтылады екен. Келесі тапсырмаға өтейік, балалар. Кәне, мақалды оқимыз. Аз сөйле, көп тыңда. Балалар, бұл жерде қарама-қарсы сөздерді тауып көрейікші. Қарама-қарсы сөздер. Аз, көп. Дұрыс ойладыңдар. Ал енді балалар, мақалды тағы да бір оқып шығып, монолог па, әлде диалог па? Соны ойланып көріңдер. Аз сөйле, көп тыңда. Дұрыс ойладыңдар балалар. Бұл монолог. Себебі бір ғана кейіпкердің атынан баяндалып тұр. Балалар, сендер ертегі оқуды ұнатасыңдар ғой? Ендеше оқулығымыздың 10-шы бетіндегі түлкі мен қырғауыл ертегісін бірге оқуды ұсынамын. Оқулығымызды ашамыз. Кәне, мәнермен дұрыс оқиық. Сәлеметсіз бе қырғауылым, қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңізше. Жерге түсіп сөйлесеңіз қайтеді? Бір құлағым естімеуші еді. Жерге түсуге қорқамын, жерде әр түрлі аңдар бар, жеп қоюы мүмкін. Балалар, ертегіні түсіндіңдер ме? Ертегі диалог ба, әлде монолог ба? Дұрыс айтасыңдар, ертегі диалог. Себебі бұнда екі кейіпкер қатысып тұр. Қырғауыл және түлкі. Жарайсыңдар балалар. Ертегідегі амандасу сөзін тауып көріңдерші. Дұрыс, амандасу сөзі сәлеметсіз бе? Сәлем сөздің атасы. Қазақ халқында балалар, сәлемдесу, амандасу парыз ретінде саналған. Ал сендер сәлемдесу салтын сақтай білесіңдер ме? Жарайсыңдар. Ендеше, сәлемдесу туралы бейне жазбаны тамашалап, біраз сергіп алайық. Сәлем, сен білесің бе, бүгін саған қонаққа барамыз. Иә, мен өте қуаныштымын. Мен сендерді қарсы аламын. Ата, әже, досқа, ілтипатты басқа.
Ал енді жазба жұмысына назар аударайық. Жазу ережелерін сақтай отыра, оқулығымыздың 11-ші бетіндегі 14-ші тапсырманы ашамыз. Амансыз ба, әже? Амансыз ба, балам? Халіңіз қалай, әже? Жақсымын, балам. Жарайсыңдар, балалар. Сендер көркем әрі дұрыс жазды деген ойдамын. Балалар, мына тапсырмаға назар аударыңдаршы. Суретте қай ертегі бейнеленген деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Бұл Мақтағыз бен мысық ертегісі. Сендер бұл ертегімен 1-ші сыныптан таныс болатынсыңдар, иә балалар? Ендеше осы ертегідегі басты кейіпкерлерді естеріңе түсіріңдерші. Иә, бұл ертегідегі басты кейіпкерлер Мақтағыз және мысық. Ендеше сендер Мақтағыз бен мысықтың диалогын естеріңе түсіріңдер. Кәне? Естеріңе түсіріңдер ме, балалар? Жақсы, ендеше менімен бірге қайталап отырайық. Бұл екеуі дос болып жүреді. Мақтағыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да, мысығын шақырады. Мысық келмейді. Келмесең келме, деп мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп, неге шақырдың? Деп сұрайды. Мақтағыз айтпайды. Сонан соң мысық, ендеше қатығыңды төгем, дейді. Балалар, ертегіде қандай диалог сөздерін кездестіріп тұрсыңдар? Ойланыңдар. Келмесең келме, неге шақырдың? Ендеше қатығыңды төгем. Иә, балалар, бұл мысық пен Мақтағыздың бір-біріне айтқан диалог сөздері екен. Тамаша, балалар, бұл тапсырманы да сендер жеңіл орындап шықтыңдар деп ойлаймын. Міне, балалар, диалогта, монологта, күнделікті өмірде де көптеп кездеседі екен. Ертегілерде де көп кездеседі екен. Енді сендер оны ажырата білесіңдер. Диалог дегеніміз бірнеше кейіпкердің қатысуымен, ал монолог дегеніміз бір ғана кейіпкердің қатысуымен баяндалады. Сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.